Міне достар, осыдан дәл 1 жыл бұрын менің үлкен балам біздерге сюрприз жасап, билеттің күнін ауыстырып, 1 күн бұрын ерте келген болатын. Мен бірақ атасы мен әжесіне айтпадым. Мен оны өзім бір жолдармен біліп қалдым келетін. Содан барып күтіп алдым да, бірақ ата мен әжеге айтпай үйге дым болмаған сияқты болып келіп, камерамен күтіп отырдым. Осылайша ата мен әже шалқасынан түсті. Тосын сый, удался деген сол болатын шығар. Одан кейінгі 2 қызым, бір ұлымның таңырқауында да міне шек жоқ, эмоциялары мықты көрінді. Әже 2 астан жылап жүр. Үлкен қызым жылап жүр. Неге жылайсың десе, бізден күткен жоқпыз, сағындық деп. Осылайша мына елімізге оралып, бұл 1-ші курстың 1-ші семестрін аяқтаған болатын. Өзі құрғылы келмей 2 қарындасына, інісіне, Сенсей мен Мариям сыйлықтарын ала келген. Балалар өте қуанышты.